Сәлеметсіздер ме? YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін бананның адам ағзасына пайдасы туралы айтамыз. Банан экзотикалық жеміс, оның ұнатпайтын жаны жоқ болар. Дәмі уыздай әрі асқазанға тоқ. Пайдалы витаминдер мен микроэлементтерге бай. Бананды десерт қылып беретіндер көп. Одан торт, тәтті тағам жасайды, нан пісіреді. Бананның пайдасы мол. Жемістің құрамында калий, фосфор, темір мен витаминдер мол. Әсіресе В тобындағы витаминдерге бай. Тәбет пен ұйқы қашқан кезде, дене ісінген кезде бананның пайдасы мол. Банан әлемдегі аллергия тудырмайтын жалғыз ғана жеміс. Тіпті жас нәрестелерде де банан ешқандай гипертезімталдық, яғни аллергия көріністерін бермейді. Сүйектерді қатайтады. Бананның арқасында ағзадағы кальций жиналып тұрады. Қалыпты жағдайда ағзадан кальций сынды пайдалы минералдар зәрімен сыртқа шығып кетіп отырады. Ал банан әсерінен керісінше кальций жиналып сүйектерді қатайтуға қатысады. Бұл әсіресе кофе ұнататын адамдарға пайдалы. Себебі білсеңіз, кофе керісінше ағзадан кальцийдің шығарылуына септігін тигізеді. Ішек микрофлорасын жақсартады. Банан құрамындағы ферменттер арқасында ағзаға тағаммен түскен пайдалы заттар әдеттегіден қарағанда жылдамырақ сіңіріледі. Іш қатуы бар адамдар үшін банан өте пайдалы. Әрдайым банан жеу іш қатудан мықты қорғаныш. Банан асқазандағы изжога секілді жағымсыз жағдайдан құтылуға да бірден бір себеп. Асқазан жарасы. Банан жегеннен кейін ол асқазан шырышты қабатында қорғаныш қабатын түзеді. Соның әсерінен ондағы қышқылды агрессивті заттар асқазан шырышына зиянын тигізе алмайды. Бұл әсіресе асқазан жарасымен ауыратын адамдар үшін пайдалы. Себебі асқазан әртүрлі бөлімде орналасқан жараларды жауып, қышқылдардан қорғаған сайын оның жазылуына да жылдамырақ жүреді. Диарея кезінде көмек. Диареядан зардап шегетіндерге банан жеу ұсынылады. Бұл жақсы қалпына келтіргіш жеміс. Көп жүріп, физикалық жаттығулармен айналысып, спортпен айналысатындар үшін балтыр бұлшықеттерінің дірілінен сақтайтын қасиеті бар. Себебі банан құрамындағы калий бұлшықетке оң әсер етеді. Бананды жиі жеу ағзадағы ісінулерден арылтады. Энергия көзі болып саналады. Егер спортпен шұғылданбас бұрын банан жеп алсаңыз, бұл жаттығулардың эффективті өтуіне септігін тигізеді. Себебі ағзада қант мөлшері көбейіп, энергия жаттығулардың соңына дейін жететін болады. Ас қорытылудың жақсаруы. Банан құрамындағы пектин және халат тәрізді заттар ағзадан токсиндер мен басқа да зиянды заттарды шығарып, астың жақсы қорытылуына алып келеді. Әйелдер үшін банан құрамындағы серотонин және басқа да пайдалы заттар етеккір кезінде оның симптомдарын жеңілдетіп, бұрынғыда да қарағанда қолайырақ өтуге көмектеседі. Егер етеккір кезінде банан жесе, онда нашар көңіл күйден және оның симптомдарынан құтылуға болады. Қаны аздар үшін де банан таптырмайтын тағам. Оның жұмсақ затындағы темір мөлшері айтарлықтай көп болуы анемия бар адамдардың тағам рационына қосуға бірден бір себеп болып табылады. Банан құрамында көп калий қан тамырлардың жағдайын жақсартып, инфаркт және инсульт пайда болу жиілігін азайтады. Гипертонияға ем. Банан бүйрекке оң әсер ете алады. Пайдалы заттар, микроэлементтер бүйрек қызметіне көмектесіп, құм мен тастардан арылуға көмегін тигізеді. Банан жүрек айнуы және жүктілік токсикоз кезінде көмектесетін ғажап тағамдардың бірі. Жәндіктер шаққандағы қышу. Банан қабығы жәндіктер шаққаннан кейін пайда болатын қышуға жақсы көмектеседі. Қабығын ішкі жағынан шаққан жерге біраз уақыт қойса, нәтижесі бірден байқалады. Ыстықтан қорғаныш. Банан дене температурасын қажет кезде төмендету қабілеті бар. Бұл әсіресе күн ыстық кезде немесе қызба кезінде аса пайдалы. Никотинді тәуелділіктен құтылып келе жатқан адам үшін банан жеу пайдалы. Көп мөлшерде дәрумендер калий, магний ағзадағы қалып қойған никотинді шығарып, темекісіз өмірге жылдам үйренуге алып келеді. Жоғарғы мөлшердегі калий адамды жаңа ақпарат алып танып білуге жағынан қолайлы жағдай жасайды. Бұл әсіресе сабақ оқу немесе емтихан дайындалу кезінде таптырмайтын құрал. Сіздерге берілген ақпарат ұнаса, каналыма жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.